Assalamu alaikum qadırlı qavm. Kelip жеткен қасиетті Рамазан айы баршамызға құтты берекелі болсын. Қасиетті Рамазан айында тілеген дұғаларымызды, ұстаған оразаларымызды, құлшылықтарымызды Алла Тағала өз құзырында қабыл етсін. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы биылғы жылды дін және дәстүр құндылығы жылы деп атаған болатын. Осы жылдың аясында Ақмола облысы, Алматы облысынан жарапазан айту эстафетасын қабыл алып, Атырау облысына жолдайды. Қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларымызды, дұға тілектерімізді Алла Тағала қабыл етсін. Қаша берсін бәлекет, кірсін дәулет есіктен, шықсын бейнет есіктен. Жарапазан жарықтық жақсы дейді әуесінде. Ассалаумағалейкум мұсылмандар, мойынын хақ жолына ұсынғандар. Құт орнап отбасыңа бағын арысын, бір Алла қабыл етсе ісің домдар. Атыңнан айналайын хақ пайғамбар, Алладан әмір келсе жақ байланар. Бес күндік тіршілікте құлшылық қыл, қара жер өлгеннен соң тақтайланар. Рамазан айы келді ей жарандар, бұл айдың фазилеті кәрәмда бар. Өлеңі жарапазан айып емес, мүнге осылайша болған хабар. Ей балалардың мүнгені жорға тай болсын, жорғалатып келгенде байдың көңілі жай болсын. Ай жағынан қарасаң алтын терек орнасын, күн жағынан қарасаң күміс терек орнасын. Бүлшіл бол, боз торғайдай төшіл бол, бәйтеректей бүрлі бол, пайғамбардай нұрлы бол. Мұхаммед үмбет айтқан жарамазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан.